Қайырлы күн, жас оқырман. Бүгінгі сабағымызға қош келдің. Өткен сабақта біз йо дыбысы және әрпімен таныстық. Йо қандай дыбыс екен? Дұрыс айтасың. Қосарлы дыбыс. Ол и және о дыбыстарынан тұрады. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын келесі видеоға назар аудар. Жер қатпарын қашайды. Тауда, сайда жасайды. Қыршылдатып тістерін, топырақты асайды. Бұл не екен, балалар? Дұрыс айтасыңдар. Экскаватор. Экскаватор сөзі қандай дыбыстан басталады? Әрине, Олай болса, бүгін біз дыбысы және әрпімен танысамыз. Бұл дыбысының бас және кіші әрпі. Экскаватор сөзінде дыбысы сөздің басында тұр. Қане, еске түсірейік. Дыбыс дегеніміз не? Дұрыс, дыбысты біз айтамыз және естиміз. Ал әріп дегеніміз не? Дұрыс айтасыңдар. Әріпті жазамыз, көреміз. Қане, жаңа дыбысты бірге айтып көрейік. Қандай дыбыс екен, балалар? Созылады, кедергісіз, әндетіліп айтылады. Яғни ол дауысты дыбыс. Дыбысын қызыл түспен белгілейміз. Дыбысы келесі сөздерде кездеседі. Экран. Әртүрлі заттардың беткі қорғаныш қабаты. Эскиз. Түрлі сызбалар, алдын ала жасалған жобалар, макеттер. Элеватор. Астықты қабылдап алуға, тазартуға, кептіруге, сақтауға арналған астық қоймасы. Электр. Қуат күшінен алынатын жарық. Эскимо. Балмұздақ түрі. Экскаватор. Құрылыста тас, топырақ, кен қазатын, тиейтін машина. Қане, бірге оқып көрейік. Электр. Электр. Экран. Экран. Элеватор. Элеватор. Экскаватор. Экскаватор. Жарайсың, қайталап оқып көр. Жазылым. Әрпін бірге жазып көрейік. Жоғарыдан бас әріп 1, 2, 3, 4. Кіші әріп 1, 2, 3, 4. Жарайсың, сенің қолыңнан бәрі келеді. Ойлан тап. Адасқан әріптердің орнын ауыстырып, қандай сөз шығатынын тауып көр. Тексерейік. Эфир. Поэма. Поэзия. Өте жақсы. Сонымен балалар,
Бүгін біз дыбысы және әрпімен таныстық. Қандай дыбыс екен? Дұрыс, дауысты дыбыс. Оны қызыл түспен белгілейміз. Келесі кездескенше, қош сау бол.